Төртінші нұсқа 17-ші есеп. Берілгені функция x-те x-тің 4 дәрежесі азайтылған, 2-нің x-тің 2 дәрежесі қосылған 7. Функция аралығындағы біз -3 пен 1 аралығында жатқан ең үлкен және ең кіші мәндерін табуымыз керек. Ол үшін мына берілген функцияға бірінші -3-ті, содан кейін 1-ді қоямыз. Сол кезде ең үлкен және ең кіші мәндері шығады. Енді қойып көрейік. -3-ті қойып көрейік. -3-ті, -3 қойғанда 81 азайтылған 2 көбейтіп 9 қосылған 7. Есептесеңіздер 70 шығады. Екінші 1-ді қойып көрсек, бұл жерде 1 - 2 қосу 7, бұл жерде 6 шығады. Және ең үлкен мәні бұл да 70, ең кіші мәні 60. Осы жауабы.